Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен таргеттік реклама жасау барысында ең жиі кететін қателіктердің бірі туралы айтамын. Мен сіздерге арнап рекламалардың скрин дайындап қойдым. Бұл төрт скринда, яғни төрт рекламада кеткен ортақ қателік текстің аумағында. Фейсбукта мынандай заң бар. Егер сіздің жарнамалайтын фотоңыз бен видеоңызда текстің көлемі 20%-тен асып кетсе, онда олар рекламаның охватын азайтып, рекламаның құнын қымбаттатып жібереді. Ол деген не? Қараңыз, мына фотоның 100% аумағы дейік, соның 20%-нен асып кететін болса, текст, яғни міне, осы текст 20%-нен асып кетсе, сіздің жарнамаңызды адамдар аз көреді, және сіз көбірек ақша жұмсайтын боласыз. Сол себепті сіздің жарнамаңыздағы фотодағы, видеодағы тексттің аумағын кішірейткеніңіз жөн. Сіз оны Фейсбуктың арнайы программасы бар, тексеретін, сонымен тексерсеңіз болады. Гуглға кіресіз де Facebook Text Overlay деп жазасыз. Бұл бірақ мобильный версияда тексерілмейді, сондықтан сіз компьютеріңізбен немесе ноутбугыңызбен кіріп тексерсеңіз болады. Егер 20%-тен аз болса, онда жақсы, ешқандай кедергі болмайды. Ал егер уже асып кететін болса, жарнамаңызды адамдар аз көреді, біріншіден, екіншіден сіз біраз ақша көбірек жұмсайтын боласыз. Сол себепті жарнама жасамас бұрын осы жерге кіріп, фотоңызды тексеріп алыңыз.